біздің құрметті подписчиктарымыз, бүгінгі біздің видеомыздың тақырыбы вичесқа сайтының видеосы болады. Ол үшін бізде мына видеомызда осындай режим смещения линейный осветление қоямыз. Сосын оны үшке осылай көбейтеміз. Осылай үш видео нұсқасына көбейтеміз. Көріп тұрғанда бізде бұл видеомыз үшеу болды. Енді бұл үш видеомызға эффект қолданамыз. Видео эффекты, RGB деген эффект. Сіз толғырғатында цветовой баланс. Осы цветовой балансты үшеуінде қолданамыз. Осылай үшеуіміз ерекшелейміз да, үшеуінен қолданамыз. Енді мына біздің эффектімізді қолданғаннан кейін әрқайсысына өзінің түсін қоямыз. Біріншісіне красный 100, 0, 0. Екіншісіне 0, 100, 0. Үшіншісіне 0, 0, 100. Одан кейін біз мына видеоларымызда осылай видеомызды жылжытамыз. 965 бірінші видеоны, сол видеомызды сол жаққа сәл жылжытамыз. Екінші видеомызды сәл үстіге жылжытамыз. 545. Енді бағанаға көргеніңізден көрсетейін. Осындай болып бізде өзгерді. Енді осы видеомызға корректирующий слой дейміз. Корректирующий слой жасаймыз. Мынау менің настройкаларым. Осы настройкада қала береді. Корректирующий слой саламыз. Осыған біз қолданамыз шум. Ол бізде эффекті. Мұны алып тастаймыз. Көбіне видео эффекттардың менде орысша нұсқасы болғаннан кейін іздеуге келеді. Егер ағылшынша нұсқада болғанда поисковиктен іздеуге болады. Әрине, оны іздегенде табамыз. Шум деген эффект шум. Соны қолданамыз корректирующий слойға. Шум 20% қоямыз. Енді осы қойғанымызда бізге енді футажға жетіспейді. Мұны футажды қойдық. Футаждың біздің видеомызға дәл кесінсек, біз бұны масштаб 150 пайдаламыз. Ал мұнда жерде бізде замена светлейміз. Енді қараңыз. Соңғы нұсқасы осылай болады бізде. Көрдіңіздер ма? Қандай тамаша видео. Әрине, қайталаңыздар, қолданыңыздар.